Ассалаумағалейкум. Көбісі комментарийде акция қалай, олан қалай пайда көреміз, түсіндіріп жібер деген сияқты сұрақтар көп екен. Жалпы мен салған 1000 теңгем алдындағы 980 теңге болып түсті. Комиссия 20 теңгеде ұстап қалды. Мен көрсетіп жіберейін қазір. Халық банктің покупка 5 акция. Халық банктің 5 акциясын алдым. 5 акциясын алдым. 122 теңгеден 5 акция алдым. Халық банктің 610 теңгеге. Енді қазір Халық банктің акциясы көтерілді. Плюс 6,50 теңге. 1%, 0,7 пайызға көтерілген. Мен 122 теңгеден алдым, қазір 123,30 теңгеден саталам. Маған плюс 6,50 теңге пайда. Мысалы. Ал егер бұның минустары да бар, осылай қарап отырмасаңыздар, баға түсіп кетуі мүмкін. Акцияның бағасы төмен түсіп кетіп, сіздер минусқа сатып мүмкінсіздер. Акцияны минусқа кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін қарап отыру керексіздер. Осылай пайда көруге болады. Мысалы, көп акция алсаңыздар, осылай қарап плюске шыққанда сатып жіберіңіздер. Или тұра берсе де болады. Акция тұра берсе, сіздерге жарты жыл сайын немесе бір жыл сайын ба какой-то бір азғантай процентін сол компания сіздерге төлеп отырады. Жыл сайын болу керек сол. Ол да плюс дивиденд деп айтады, сол дивиденд ретінде төлеп отырады сіздерге. Осы басқа қиын ештеңесі жоқ. Сосын мен бұны Халық банктың өзінен емес, Play Marketте бар. Халық инвест, Халық финанс деген бар. Осымен көбінесе осыны қолданам. Осы. Жаңа Халық банк приложениесіндегі инвестиция онымен де қолдансаңыздар болады. Осымен де қолдансаңыздар болады. Екі түрлі бірақ ішіндегі функциялар бір.